Сәлем достар, 2025 жылы 5 жасқа толатын балаңыз бар болса, онда сіз мемлекет тарапынан 240 мың теңге көлемінде қаржы ала аласыз. Ол қалай? Бұл келешек бағдарламасы. Сіз 5 жастағы балаңызға шот ашу арқылы шотына 240 мың теңге алатын боласыз. Бұл 18 жасқа толғанға дейін шотында 7,5 миллион теңге жиналатын болады. Келешек бағдарламасы арқылы балаңыздың біліміне осынша қаражат жинауға болады. Шарты қарапайым. Шот ашасыз, алғашқы жарна мемлекеттен төленеді, яғни 240 мың теңге көлемінде қаражат шотқа түседі. Ал баланың оқуына ай сайын 8 мың теңгеге жуық қаражат салып отырса жеткілікті. Тіпті бұл қаражатты жылына бір рет бірден салса да болады. Келешек бағдарламасының мүмкіндіктері орасан зор. Яғни бұны оқуға немесе балаңыздың келешектегі үйдің алғашқы жарнасы секілді әртүрлі мақсатта салуға болады. Егер де өзі грантқа түсіп кетсе, онда өзінің бауырларына да қалдыруға болады. Келешек баланың оқуына қаражат жинауға мүмкіндік беретін бағдарлама. Жоба ата-аналарға міндеттелмейді, ерікті түрде жүзеге асады. Ерекшелігі баланың есепшотына ата-ана ғана емес, мемлекет те ақша салып отырады. Шарты қарапайым. 5 жастағы балаңызға есепшот ашу қажет. Ол екінші деңгейлі банк немесе сақтандыру компаниясы арқылы ашылады. Дәл осы шотқа алғашқы төлем мемлекеттен түседі. Қаражат мөлшері 60 айлық көрсеткіш көлемінде болады, яғни 60 МРП. Бұл 240 мыңға жуық ақша. Ал ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларға бұл төлем 2 есеге дейін өседі. Жақында ғана мемлекет басшысы келешек бағдарламасына қол қойып, бұл заң қабылданды. Келешек бағдарламасы 2025 жылдың бірінші жарты жылдығында 1 шілдеге дейін жүзеге асады деп жоспарланып отыр. Мысалы, 18 жасқа келгенде оның шотында 7,5 миллионнан аса қаражат жиналады екен. Ал осы 7,5 миллион теңге жиналу үшін не істеу керек? Келешек есеп шотына ата-ананың бір жылда құятын қаражаты 24 АЕК көлемінде төмен болмауы тиіс, яғни бұл шамамен 95 мың теңгені құрайды. Ал бұл қаражатты әр айға бөлсеңіз 8 мың теңге шамасында ғана шығады. Яғни шотқа ай сайын 8 мың теңге көлемінде қаражат салып отыру керек. Тіпті 12 ай бойы жинақтап бірден де салуға болады. Ал қаражатты сіз балаңыздың болашағына, біліміне саласыз. Қаржылық сауаттылығыңыз артады. Қаражатты толықтырғаныңыз үшін мемлекеттен де есеп шоты ашқан жерден де сыйақы төленеді. Яғни келешек бірыңғай ерікті жинақтау жүйесі мемлекет басшысының тарапынан іске асыру мақсатында әзірленді. Мемлекеттік қолдаудың шарасы аясында балалар елде ғана емес, шет елде де білім ала алады. Бала мектеп бітіргеннен кейін білім грантын жеңіп алған жағдайда жинақталған соманы магистратурада, докторантурада, тұрғын үй жағдайын жақсартуға немесе өзінің іні қарындастарын үшінші тұлғаға беруге құқылы. Ескертетін жайт, баланың 5 жасында келешек жобасы бойынша шоты ашылса, сол шоты аштырғаныңыз үшін тегін түрде мемлекеттен 60 МРП есептік көрсеткіш көлемінде төлем жүргізеді. Бұл шамамен 240 мың теңге. Бірақ мұндай мүмкіндік тек 5 жасында шоттары ашылған балаларға қарастырылған. Ал бала жасы 7, 8, 10 жастан, яғни 6-7 жастан жоғары болса, оған шот ашылса, ондай төлемде мемлекет жүргізбейді. Яғни 240 мың теңге салынбайды. Сондықтан балаңыздың білім қорындағы қаражаты көп болсын десеңіз, 5 жастан қамданғаныңыз дұрыс. Бұл жерде ұтпасаңыз ұтылмайсыз. Сонымен достар, ақпарат пайдалы болды десеңіздер, маған тіркеліп лайк басып, комментарийға тағы қандай қызықты ақпараттар түсіруді қалайсыздар, қандай сұрақ мазалап жүр, жаза кетіңіздер, немесе сұрақтарыңыз болса жаза кетіңіздер, толықтай жауап беруге тырысамын. Сау саламатта болыңыздар.